Сәлеметсіздер ме достар? Денсаулыққа кеңес арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода судың пайдасы туралы айтатын боламыз. Ерте қартайғыңыз келмесе, су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 сатты қосыңыз. Әлем ғалымдарына зерттеуіне сенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш болып табылады. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 сатты қосады екен. Құрметті оқырман, арнамызға қолдау көрсетіп қоюларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауларыңыз бізге ары қарай дамуға шабыттандырады. 3 қоспаның біріншісі лимон қосылған су. С дәруменімен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан және ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Екінші қоспа сарымсақ қосылған су. С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларын тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Сонымен қоса сарымсақ қосылған су, суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісіне келетін болсақ, 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Және де айта кететін, кімге ішуге болмайды? Аллергиясы бар адамдарға, асқазан жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішуге болмайды. 3-ші қоспамыз бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең, аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымын реттеп, жүйке жүйесін тыныштандырып, ағза дәрумен мен минералға затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетіңізді аша бастайды. Метаболизмді дұрыстап, асқазан ішек жолдарын жақсартады. Ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі. Бас ауруын қойдырады. Міне 1 стақан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық.
видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұраймыз. Ем болсын достар. Келесі видеода кездескенше.